Мұхаммед пайғамбардың 7-ші қатқа көтерілуі. Алдынан 7-ші қат аспан қақпасы ашылды. Бұл аспанның астына 7 қат көк пен 7 қат жер бірақ сиып кеткенде екен. Бұл бос кеңістікті көріп пайғамбарымыз ойланып қалды. Сонда Жәбірейіл періште: бұл Қасым деген алып патшаның орны. Ол Құдайдың әмірімен 7 қат аспан, 7 қат жерді түгел меңгеріп тұрған. Ол періште әдепсіздік жасап, орнына қуылды. Ойына тәкаппарлық кіріп, пайғамбардың денесі менің жанымда тозаңдайған екен деп ойлады. Сол үшін Алла оны орнынан қуды. Енді ол сенің дидарыңды көру бақытынан айырылды. Енді қалған ғұмыры құсада өтеді деді. Пайғамбарымыз Қасым періштеге жаны ашып кетті. Ол қолын жайып: «Я жасаған ем, Қасым періштенің ағаттығын кеше көр, оны орнына қайтар, дидарласайын» деп жалбарынды. Сол кезде Жәбірейіл: «Ұлы Алла сенің құрметіңе ол періштенің күнәсін кешірді». Дәл солай деп хабарлауы мұң екен, алып періште қасына шаттанған қалде жетіп келді. Қасым періште пайғамбардың жанына келіп қараса, оның рухы тым алып екен. Періште өзін ұсақ шыбындай сезініп қалды. Ол дереу кешірім сұрады. Пайғамбарымыз да оны құшақтап: «Ұлы Алла кешірімдіні жақсы көреді» деді. Сапар жалғаса берді. Бір кезде бір топ адамды көрді. Олардың үстіне нұр сәулесі төгіліп тұр екен. Жүздері жайдары, алдарына үлкен дастархан жайылған. Дастарханда пайғамбарымыз бұрын соңды көрмеген ас тағамның түр-түрі толып тұр. Бір топ періште оларға қызмет көрсетіп ұшып жүр. Пайғамбар сонда: «Бұлар кімдер?» деді. Жәбірейіл: «Бұлар жомарт жандар. Алла олардың кең пейіліне риза болып, оларға өзінің де жомарттығын паш етіп жатыр. Пейілі кеңге Алла тағала мол дастархан жаяды» деді. Пайғамбар олармен құшақтасып амандасты, бірге отырып дәм татты. Сонда пайғамбар: «Ей жасаған, жомарт құлдарыңды үмбетіме көбірек жібергейсің» деп асқа бата жасады. Бір кезде алыстан мұнартып тұрған айшықты көрді. Жақындап келсе, үлкен мешіт екен. Жәбірейіл: «Бұл аспан мешіті, Бәйтүл Мағмұр деп аталады. Алла тағала әлемді жаратқанда осы мешітті қоса жаратты. Жер бетіндегі Бәйтүл Мұқаддас осы үлгіде салынған. Бұл жерде қисапсыз періште Аллаға мадақ айтып құлшылық етеді. Сауабын сенің үмбетіңе бағыштайды» деді. Мешіттің бір қақпасы алтыннан, бір қақпасы күмістен салынған. Зікірге жиналған періштелер алтын қақпадан кірсе, қайтарда күміс қақпадан шығады. Мешіттің бір қабырғасы алтыннан, бір қабырғасы күмістен, бір қабырғасы гауһардан, бір қабырғасы жақұттан жасалыпты. Пайғамбар мешіттің ішіне кірді. Зүлкәйіл атты періште имам екен. Ол пайғамбарға сәлемдесіп: «Уа Алланың елшісі, біз сенімен бір дидарласуды аңсап жүредік. Бүгін Құдай сәтін салды» деді шаттанып. Пайғамбар намаз оқығысы келді. Ол Зүлкәйілға: «Имам болыңыз» деп ізет көрсетті. Періште: «Уа Мұхаммед, сенің алдыңда біздің иман болғанымыз жарамас. Біз саған ұйыйық, сен намаз бер. Сенің дәрежең бізден ұлық, біз сенің нұрыңнан жаралғанбыз. Имамдыққа өзіңіз лайықсыз» деді. Пайғамбар ізетпен михрабқа келіп тұрды. Зүлкәйіл әсем даусымен құйқылжыта азан шақырды. Сол кезде мешіттің іші періштелерге тола бастады. Періштелер көбейген сайын мешіттің көлемі де үлкейіп, кеңейіп кете берді. Пайғамбар мешіттен ұзаған кезде тағы бір адамдарды көрді. Олардың алдында дастархан жаюлы екен. Бір жағында жақсы, дәмді тағам, екінші жағында сасық, шіріген тағам тұрды. Олар адал асқа қол созбай, тек шіріген асты жеп отыр. Беттері ұяттан қызарып кеткен екен. Сонда пайғамбар Жәбірейілден: «Бұлар кімдер?» деп сұрады. «Бұлар өздерінің отауында адал жары болса да, бөтеннің әйеліне көзін сатқандар. Адал жарының намысын таптаған үшін о дүниеде адал асты жей алмай қор болады. Олардың мәңгілік азығы шіріген тағамдар» деді. Пайғамбар: «Адал жайылған астан ауыз тиіп, жарына адал болу менің сүннетім. Соған бекем болған үмбетімнің ахиретте де жейтін асы
адалдан болсын деді. Бір уақытта пайғамбардың алдынан бір есек кездесті. Оның маңдайы ісіп, бет-аузынан қан сорғалап тұр екен. Құйрық жүндері жұлынып, алба-жұлба кейіпте бір жаққа кетіп бара жатты. Пайғамбар мына есекті кім сабаған, құйрығы қайда деп сұрады. Құдай тағала мал мүлікті есектің кейпінде жаратқан. Дүние қоңыздар есекті ұстаймыз деп үнемі соңынан қалмай қуалайды. Есек оларға жеткізбейді. Олар хайуанға жете алмай, құйрық жүндерін жұлып, жамбасын қанатып тастаған деді. Ал есектің үсті басын неге қан жоса деді. Сонда мал мүлік ақ жүрек момындарға үйір болады. Олар қайда барса да ізінен қалмай еріп жүреді. Ақ жүрек адамдар мал мүліктің алдамшы екенін жақсы білет, оны жанына жуытпайды. Есек оларды қуып жеткен сайын, момындар оны басынан сабалап, қасынан қуып жібереді деді. Пайғамбар одан өткенде бас аяғы жоқ ұзын сонар керуенге тап болды. Тізбектелген қисапсыз түйелердің үстіне жүк артылған. Пайғамбар, «Я Жәбірәйіл, бұл қандай керуен?» деп сұрады. Сонда періште, «Бұл керуен мен жаралғалы бар, содан бері тоқтаусыз ағылып жатыр. Әлі соңы көрінетін емес, сыры бір Аллаға ғана мәлім» деді. Пайғамбар керуенді көргісі келді. Түйелерге тек жұмыртқа артылыпты. Пайғамбар Алланың құдіретімен Жәбірәйіл екеуі бір жұмыртқаның ішіне кіріп кетті. Қараса, жұмыртқа дегені өзінше бір әлем екен. Олар сол әлемді шарлап келіп, күмбезі үлкен бір мешітке бас сұқты. Онда бір қарт қалың жас балаға ақырдың кезінде Мұхаммед есімді соңғы пайғамбар дүниеге келеді деп болашақты болжап отыр екен. Пайғамбар мына көрініске қайран қалды. Жәбірәйіл періште, Алланың жаратқан әлемі сансыз, оның есебі бір Аллаға ғана аян. Бұл хикметтерді жүрек көзі ашылған даналар ғана түсінеді деді. Пайғамбар да Алланың шексіз құдіретіне таң қалды. Осылайша олар тағы бірнеше жұмыртқаға кірсе, әрқайсысында бөлек-бөлек әлем, сан түрлі халық бар екен. Пайғамбар мен Жәбірәйіл керуеннен өтіп, сапарын әрі қарай жалғастырды. Осы жерде пайғамбар үшін тағы бір қызықты оқиға болды. Кенеттен пайғамбардың құлағына баспалдақтан түсіп келе жатқан адам жүрісінің дыбысы естілді. Алланың елшісі, «Бұл не дыбыс?» деп сұрады. Сонда Жәбірәйіл, «Бұл Біләл сахабаң ғой. Ол мұсылмандарды намазға ояту үшін азан шақыруға кетіп бара жатыр» деді. Пайғамбар таң қалып тұрып қалды, себебі ол кезде әлі намазға азан шақырып ояту салтқа енбеген болатын. Біләлдің азан шақыруы мұсылмандар Мәдинаға барған соң ғана сүннетке енген еді. Жәбірәйіл, «Ей Мұхаммед, азан айту болашақта үмбетіңе парыз болады. Азанның даусы 7 қат жерге, 7 қат көкке жетеді. Оның даусын естіген періштелер қуанады, жын сайтан қайғырады, қорқады. Бұл Алла үшін ең жағымды дауыс. Азанның даусы қияметті қашық етеді. Үмбетің азан айтуды тоқтатқанда қиямет қайым орнайды» деді.